Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ, сүзбелі лимон қосылған оладушкилар әзірлейміз және оған арналған лимонды крем жасаймыз. Видеоның соңына дейін көріп, бағасын беруді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен ыдысқа 200 грамм творогымызды салып аламыз. 2 жұмыртқаның ағын және 1 жұмыртқаның сарысын, кішкене қант қосамыз. Жұмсартылған сары майымызды саламыз. Және 1 лимонның жарты цедрасын саламыз да массамызды блендерлап шығамыз. Егер творогтарыңыз жұмсақ болса, онда блендерлеудің қажеті жоқ. Вилкамен есіп шықсаңыз да болады. Менің творогым зернисті болғасын, осылай блендермен өткіздім. Енді електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды салып, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысқақтау болады. Ол солай болуы керек. Осы жұмсақ қамыр болғандықтан біздің оладушкиларымыз өте воздушный болып шығады. Енді ұнның көмегімен қамырымызды алып, суалалап шығамыз. Қатты илеудің қажеті жоқ. Видеода көргендеріңіздей кішкене ұрғылап шықсаңыздар жеткілікті болады. Енді осы қамырымызды әр бөлшектерге бөліп шығамыз да тағы ұнның көмегімен домалақтаймыз. Менде осы берілген мөлшерден, яғни 200 грамм сүзбеден 10 оладушки шықты. Осылайша бәрін домалақтап шыққасын алып формасын келтіреміз. Формасы сырниктардың формасына ұқсайды, бірақ бұл сырник емес, консистенциясы оладьи. Осылай формасын дайындап алғасын табаға майымызды құйып қыздырамыз. Аз ғана май жеткілікті болады. Енді оладушкиларымызды біртіндеп салып шығамыз. Бірінші жағын бәсең отта қақпағын жауып 7-8 минуттай пісіреміз. Сосын қақпағын ашып, оладушкиларымызды аударамыз да отын кішкене көбейтіп 3-4 минуттай пісіреміз. Видеода көргендеріңіздей қамыр әдемі көтеріледі. Енді кремін әзірлейміз. Креміне бізге сливки қажет болады және жұмыртқаның сарысына жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Сливкеміз қызғасын, қантымызды саламыз және крахмал қосылған құймамызды құйып араластырып шығамыз. 1-2 минуттан кейін көргендеріңіздей қоюланады. Осылай астындағы отын өшіреміз. Енді қалған жарты лимонның цедрасын салып араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Крем өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Оладушкиларды қаймақпен ұсынсаңыз да болады, балмен ұсынсаңыз да болады. Бірақ осы оп-оңай кремді жасап көрсеңіздер, барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Өте дәмді, өте воздушный, таңғы асқа керемет кететін оладушкилар болады. Рецепт ұнады деген үміттемін. Баршаңызға үлкен рахмет. Сіздермен болғанмен рахаттай. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып, қолдай отыруды ұмытпаңыздар.